сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен өріктің пайдасы туралы айтатын боламыз. Ең алдымен жүрек қан тамырлары жүйесін күшейтеді. Калий, магний және темір өріктің барлық компоненттері, оларға қан тамырларының тонысын жоғарылатуға, ауыр анемия кезінде дененің күйін жақсартуға және қандағы гемоглобин деңгейін жоғарылатуға мүмкіндік береді. Өрік әсіресе жоғары қан қысымы, аритмия және миокард инфарктінде пайдалы. Айта кету керек, кептірілген өріктің құрамында жаңа піскен жемістерге қарағанда 6 есе көп калий бар. Диуретикалық әсері бар. Калий диуретикалық әсерге ие. Бұл өрік жемістерін жүрек ақауы бар адамдарға ғана емес, бүйрек пен қуық аурулары бар адамдарға да қолдануға мүмкіндік береді. Осыған байланысты өріктің тиімділігі нефрит пен уролитияда байқалады. Миды белсендіреді. Магний мен фосфор мидың жұмысын қалыпқа келтіреді, есте сақтау қабілетін жақсартады және жүйке импульстарының өткізілуін ынталандырады. Оның қақырық түсіретін және микробқа қарсы қасиеттері бар. Өріктерді суық тию кезінде бронхитпен, ларингитпен және бронх демікпесімен, қақырықты шығарумен және құрғақ жөтелмен қақырықты жоғарылатқанда қолдану ұсынылады. Ал инфекциямен жұқтырған кезде жемісті табиғи антибиотик ретінде қолдануға болады және жалпы иммунитетті жоғарылатады. Жалпы созылмалы интоксикация кезінде тиімді. Өрікті үнемі қабылдау химия өнеркәсібімен байланысты адамдарға немесе өнеркәсіптік қалаларда тұратындарға улы заттар мен пайдаланылған газдардың зияндылығын төмендетуге көмектеседі. Ол лактивті және жұмсартатын әсерімен сипатталады. Кептірілген және жаңа өрік балалардың және асқазан аурулардан зардап шегетіндердің ас қорыту бұзылысының алдын алуға көмектеседі. Өріктің лактивті қасиеттері жиі іш қатуды емдеуге де пайдалы. Жемістерден жасалған отвар асқазан ішек жолдарының ауруларына ұсынылады. Қабыну процестерімен бірге жүреді, олар шырышты қабықтың қабынуын жұмсартады және пектиннің көмегімен организмнен токсиндерді шығарады. Өрік шырыны асқазан сөлінің оңтайлы қышқылдылығын сақтайды. Ұзақ уақыт бойы асқазан безінің аппаратын ынталандырады және өт қабының және бауырдың жұмысын жақсартады. Терінің күйін, көру өткірлігін жақсартады және қатерлі ісіктің алдын алады. А дәрумені бета-каротин деп аталады. Теріге жасартатын әсер етеді және көру органдарындағы патологиялық өзгерістерді бейтараптандырады. Көзді қоректік заттармен қамтамасыз етеді және жақсы көруді қолдау үшін оларға әмбебап әсер етеді. Өрік шырыны кальций мен темірге бай. Олар жүкті әйелдердің денесіне өте қажет. Себебі бұл микроэлементтер ұрықтың өсуін тездетеді. Жүйке жүйесін нығайтады. Өрік күйзелістен, ашуланшақтықтан және көңіл күйді жақсартатын тамаша өнім. Косметикада да кеңінен қолданылады. Өрік майы көптеген қартаюға қарсы кремдер мен су сабындардың құрамына кіреді. Себебі оның компоненттері терінің қартаю процестерінен қорғайды және шашты нығайтады.